Сәлем құрметті достар, бүгін сіздерге қамырды қалай дұрыс жаю қажеттігін көрсететін боламын. Ол үшін тегіс жерге ұнды сеуіп, қамырымызды жұдырығымызбен баса отырып үлкейтеміз. Қамырымыз жабыспау үшін ұн сеуіп, екі жағын біріктіріп, жұдырықпен тағы да үлкейтеміз. Қамырдың ортасын баспаймыз. Бұл қамырдың тегіс әрі дөңгелек болып жайылуына әсер етеді. Енді оқтауымызды алып, қамырдың шетінен ортасына қарай жаямыз. Ортасында төмпешік қалуы қажет. Енді оқтауды алып, қамырды оқтауға барынша жақсылап ораймыз. Қамырды жаю барысында салмақ салмай, тек қамырдың өзінің салмағымен дөңгелетіп жаямыз. Егер қамырдың ортасына салмақ салып жаятын болсаңыздар, ортасы жұқа, ал шеті қалың болып қалуы мүмкін. Ал егер шетіне салмақ салып жаятын болсаңыздар, дөңгелек формасын жоғалтып, басқаша формаға енуі мүмкін. Қамырымыздың жабысып жатқанын сезсеңіз, ұн сеуіп жайыңыздар. Қамырымыз тегіс әрі дөп дөңгелек болып жайылды. Осы кеңестерді ескеретін болсаңыздар, сіздердің де жаймаларыңыз тегіс әрі дөңгелек болып шығады. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.